Қазақтың ақын батыры Махамбет Өтемісұлы қалай қаза тапты? Оны кім өлтірді? Және оның сүйегі неліктен 17 жыл бойы жертөледе жатты? Осы сұрақтардың жауабын бүгінгі видеода біле аласыздар. Менің қазақ тілді тарихнама атты YouTube арнама қош келдіңіздер. Бұл арнада тұлғалар өміріне қатысты сирек айтылатын деректер мен сол тұлғаларға қатысты көпшілікті толғандырған сұрақтардың жауабын беруге тырысамын. Қазақ тілді арнаны қолдау мақсатында арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдыра кетуіңізді сұраймын. Сөздің басы бісміллә, бісмілләсіз іс қылма демекші, бісмілләмді айтып сіздерге Махамбет Өтемісұлының қазасы жайында арнамдағы алғашқы видеомды назарларыңызға ұсынамын. Махамбет өзінің жан жолдасы Исатайдан айырылып қалғаннан соң, ақын халықты қанаушы топпен күресін жалғастыра берді. Сұлтан Баймағамбет Айшуақов батырдың артына түсіп, оның көзін жоюды ойлайды. Ол Махамбетті тірідей ұстап әкелген адамға 1000 сом, басын әкелгенге 500 сом сыйақы тағайындайды. Махамбеттің қазасынан кейін зар жылаған батырдың туыстары Баймағамбеттің үстінен арыз түсіреді. Қылмыстық іске тергеу жүргізген Редкиннің Махамбеттің 2 әйелінен алған жауабы сақталған. Жауапта әйелдерінің бірі 1846 жылы 31 қазанда берген жауабында былай деп баяндайды. Осыдан 12 күн бұрын Тама руының старшинасы Ықылас Төлеев, Жүсіп Өтеулин және өз ағайынымыз Мұса Нұралиндер және тағы 12 адам Махамбет Өтемісұлының үйіне келіп, Адай руының биі Мауыттың 4 жылқысын немесе олардың құнын қайтаруын талап етті. Махамбет ол талапты орындай алмайтындығын білдірді. Осы жөнінде әуелі дау туды. Келген адамдар Махамбеттің Баймағамбет Айшуақовтың алдына жауап беру үшін олармен бірге жүруін талап етті. Бірақ Махамбет одан бас тартты. Киіз үй ішінде әуелі керіс, одан кейін опыр-топыр алыс-жұлыс басталды. Жанжалдасумен барлығы сыртқа шықты. Осы кезде Нұрали Махамбеттің қолын қапсыра ұстады да, Өтеулин оның басын қылышпен төбе тұсынан қатты ұрды. Осылайша Махамбет мерт болды. Жасақшылар оның басын қылышпен шауып алды да, анадайда ат қазықтың түбінде Махамбеттің денесі қалды. Оның үстіндегі киімі дал-дұл жыртық, басы жоқ. Қоңыр топыраққа қызыл қаны тамған жылы денені құшақтап, жылап еңіреп бала шаға болып біз қала бердік те, келген қанішерлер сандықтағы ақшамыз бен заттарымызды 8 жылқы, 4 түйеге қоса Махамбеттің басын алып, Қасым мен Бітімбайды тұтқындап, Елек өзенінің бойындағы Баймағамбет Айшуақовтың ставкасына кетті деген. 1966 жылы Ноэль Шаяхметов атты антрополог Махамбеттің бет бейнесін жасау мақсатымен оның қабырын қазуға барады. Жерді қазу 20-30 см тереңдегенде күрек бірі қатты нәрсеге тиеді. Ноэль қолындағы құралымен күрек тиген нәрсені топырақтан босатқанда, ол жерден адамның бас сүйегі табылады. Тағы да қаза бергенде адамның қол сүйектері, жамбас, ұршық және бел омыртқалары табылады. Ноэль Шаяхметов Махамбет сүйегін Алматыға алып кетіп, 1967 жылы оның скульптуралық мүсінін жасайды. Ал ғалым Мәскеуге көшерінде Махамбеттің сүйегі салынған қорапты Алматыда тұратын апасының үйінің жертөлесінде қалдырып кетеді. Ол жерде сүйек 17 жыл бойы жатады. Тек 1983 жылы ғана Атырау жұртшылығы Махамбеттің сүйегін алдырып, бұрынғы орнына қайта жерлейді. Өкінішке орай ел үшін жанын қиған асыл азамат тірі кезінде ғана емес, өлгеннен кейін де тыныштық көрмеді. Бостандықтың жолында қандай қиыншылық көрсе де, тәуелсіздік Махамбеттің орындалған арманы. Біздерге Махамбет ел үшін, жер үшін және әділетсіз билікке қарсы тұра білген тұлға ретінде мәңгілікке әрбір қазақтың жадында сақталуы тиіс.